Сәлем достар, сіздермен бірге Анарке және бүгін сіздерге математикалық лайфхактарды көрсеткіміз келіп отыр. Беспен аяқталатын екі немесе одан да көп таңбалы сандардың квадратын табудың оңай жолын көрсетіп жіберсек, ең алдымен 35 санын қарастырайық. 5-те есептемейміз, оның алдында 3 тұр ғой. 3-ті аламыз да 3-тен кейінгі тұратын сан бізде 4. Соған көбейте саламыз. Мәні 12 шығады да, оның артына міндетті түрде 25-ті тіркейтін боламыз. Оны кез келген мысалға жасайтын боламыз. 55-те алып қарастырайық. 5-тен кейінгі бізде тұратын сан ол 6. 5 көбейту 6 бізде 30 болады. 30-тың артына міндетті түрде 25-ті тіркейміз. Ал енді 3 таңбалы сандармен шығарып көрейік. 12. 5 есептемейміз, 12-ден кейін тұратын бізде 13. 12 көбейту 13 бізде 156. Артына 25-ті тіркедік, осымен өсіп шығады. Сәлем достар, сендерге бүгін қалай 2-3 таңбалы сандарды 13 көбейту 7 көбейту 11 сандарына оңай көбейту лайфхагын көрсетіп жіберейін. Мысалы 467-ні алатын болсақ, оны 11-ге, 13-ге және 7-ге көбейтеміз. Сонда 467-ден осылай жазсақ, жауап осылай шығады. Ал екі таңбалы санға келетін болсақ, мысалы 96-ны көбейтеміз, 11-ге, 13, 7-ге. Сонда 96, мұнда 1-нөлін жіберіп, жауап осылай шығады. Беспен аяқталмайтын сандарды 5-ке бөлудің оңай тәсілін көрсетіп жіберсек, ал-2 аламызда берілген санды 2-ге көбейтіп шығамыз, әрбір мүшесін. 2-ні 2-ге, 6-ны 2-ге, 2-ні 2-ге, қайтадан 3-ні 2-ге көбейтіп шығамыз. Осы жерде бізде мына жерде мындай парадокс болып қалады. Яғни аламызда мына алдыңғы саны 2 таңбалы сан шығып қалатын болса, мына жағдайдағыдай, онда біз ол 2 таңбалы санды жаза береміз. Дегенмен де мына артқы жақтағы сандар 2 таңбалы сан болып шығып қалатын болса, олардың алдыңғы сандарын оның алдындағы тұрған санға алып қоса саламыз. Яғни мына жағдайда осылай шықтық. Бұның жауабы 524 және де 6. Аламызда ендігі шыққан мәнінде сол жаққа қарай бір-біріне жылжып бүтінін қоя саламыз. Мына жағдайда да тура осы. Бұл жағдайда тек қана беріліп тұрғандай бірінші сан 2 таңбалы болғандықтан бұған ешқандай өзгертусіз жаза береміз. Және де бір-бірлікке алға қарай жылжып бүтінін қоямыз. Бұл есепке асу үшін міндетті түрде 2 шартты білуіміз қажет. Оның біріншісі сандар міндетті түрде 2 таңбалы болу керек, ал екіншісі сандардың бірліктері бір саны болуы тиіс. Бұл есепті орындау үшін бірінің өзін жаза саламыз, және де алдымен 5-пен 2-ні қосамыз, 7, және де 5-пен 2-ні көбейтеміз. Сонда есептің мәні шығады. 0 санынан аяқталатын 2 немесе одан да көп таңбалы сандарды 5-ке бөлгенде қалай оңай шығару жолын сіздерге көрсетіп жіберсем. Мысалы 9-ды 2-ге көбейтеміз, 18, 0-ін есептемейміз. 70-ді 5-ке бөлгенде, мысалы 0-ді есептемейміз, 70-ді 2-ге көбейтеміз. Яғни 140. Келесі 4 таңбалы сан, 0-ді есептемейміз, 142-ні 2-ге көбейтеміз. Жауабы ыңғайлы. Мына лайфхак орындалу үшін міндетті түрде бірінші сан екіншіден 2-ге үлкен болуы тиіс. Яғни 19 мен 21. Осының арасындағы сан аламызды квадраттаймыз және одан бірді азайта саламыз. Сол кезде бізде мынандай шығады. 400 азайтылды 399. Мына мысалда қарастырсақ тура сол. 16, 14-тен 2-ге ғана үлкен, және де оның арасындағы сан 15. 15-ті квадраттаймыз да, одан бірді азайта саламыз. 225 азайтылды, жауабы 224. Математикада осындай есептер жиі кездеседі. Мына бөлшектердің қайсысы үлкен екендігін анықтаудың ең оңай жолы кері пропорция арқылы шығарады. Яғни 2-ге 6-ны көбейтсе 48, 7-ге 5 көбейтсе 35. Яғни осы жерде ең үлкен бөлшек осы болады. Бірмен аяқталатын сандардың процентін табуда біз мына жолды қолдана салсақ болады. Яғни 80-нің 90%-ін тап деп отыр бізге. Сол кезде біз 8-ге 9-ға ғана көбейте саламыз, 78 шығады. 290-ның 20%-ын тап, 2-мен 29-ға көбейте саламыз, бізде 58. Және де
800-дің 87%-ын тап деп отыр. Бұл жерде де 0 есептемейміз. 87 мен 8-ді көбейте саламыз. Сол кезде бізде 696 шығады.